Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Маған тіркеліп лайк басмаған, комментария жазып, қолдау көрсеткендеріңізге көптен көп рахмет. Біреуге пайдасы тиіп, біреудің қажетіне жарап жатқан болса, өте қуаныштымын. Менің онда мақсатымның орындалғаны деп айтқам сіздерге. Жалпы менің ұстанымым бір адамға болсын пайдам тисе деген ниет. Біріміз білсек, біріміз білмейміз. Келесі тағы бір пайдалы ақпаратпен бөлісейін. Сіз денім сау болсын дейтін болсаңыз, бәле-қаладан, бәле-жаладан, ауру сырқаудан, тіл көзден, сұқтан, кез келген ұшықтан, табаныңыз тайып кетуден, аяқ асты болатын сырқаттан аман болғыңыз келетін болса, ешқашан өзгенің үйіне, кісінің үйіне жалаң аяқ, шұлықсыз, носкисіз, табаныңызда ештеңе жоқ, жалаң аяқ бармаңыз. Кісі үйінде, ол үйде сіз қандай адамдар тұратынын, қалай тұратынын, қандай жағдайда екенін, ол үйдің энергетикасының қандай екендігін сіз білмейсіз. Себебі біздің адамның табанында барлық адамның организміне, органдарға жауап беретін нүктелер бар. Сол нүктелер жерге басылған кезде сол үйдегі барлық энергетиканы өзіне тартып алады. Соның неғұрлым қай жеріне қандай, Алла өзі сақтасын, жаман энергетика шоғырланған болса, жамандықты бір нәрсені басып кетсеңіз, сол ары қарай өзінің зиянын тигізе бастайды. Содан кейін адамдар өзі байқамай қалады, түсінбей қалады. Содан барып адамдарға жаңағы шұқ жабысты деп жатады, бәле жабысты деп жатады, сырқаттанып қалдым деп жатады аяқ асты. Ол осындай ұсақ түйек дүниелерден болады екен. Білесіздер, баяғыдан жалпы біздің қазақтың білмейтіні жоқ. Қазақ атамыз ғылымның дәлелденбей тұрған уақытында, ешкім құпияны білмей тұрғанда, қазір ғой Құран кәрімнің қаншама адамдар сүрелерін, дұғаларын, хатымдарын, Құран кәрімде не жазылғандығы туралы сауатты адамдар көп қазір оқып айтып жүр. Бірақ соны білмей тұрғанда, соны оқымай тұрғанда, соның не жазылғандығын ешкім сырын білмей тұрған уақыттың өзінде қазақ осындай ырым тыйымдар арқылы тыйып отырған. Оны білген қазақ, ерте білген. Кірдің суы төгілген жерді, күл қоқыс төгілген жерді ешқашан басқызбаған, баспаңдар деп жататын. Осының барлығы қазақтың осындай өте көрегенділігінің арқасы. Соның арқасында қазақ жерінде, қазақ елінде, жалпы мұсылман қауымында көптеген ауру, сырқау, бәле жала аз болатын. Бала саны, жаңағы туылу, жас аналардың ауруы, жас адамдардың бейпіл сөйлемеуі, үлкеннің алдын кеспеуі, ар-ибаны сақтауы, адамдар жалпы білмесе де өзінің арғы түйсігінен ұят болады деген нәрсені білуі, осының барлығы құрсақтан, арғы түйсіктен, түпкі санадан дарып отырған. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырған. Өкінішке орай, біз соңғы кездері осындай керемет дүниелерден ажырап бара жатырмыз. Бұның тағы бір себебі осы соңғы жылдары мода деп, сән деп, европалық стильдерге көшеміз деп, күн ыстық деп, жәнегі неше түрлі жылтырақ аяқ киімдерімізді киіп жүреміз деп, қалай болса солай, кім көрінгеннің үйіне жалаң аяқ, шұлықсыз, байпақсыз, носкисіз кірулердің себебінен болады екен. Сондықтан сақ болыңыздар. Біреудің үйіне барған кезде міндетті түрде аяғыңызға жаңа шұлық, жаңа носки, жаңа байпақ киіп барыңыз. Үйге келгенде міндетті түрде өз үйіңізге келгенде оны айырбастаңыз. Аман, сау болыңыздар, керектеріңізге жарасын.